Құрметті жамағат, бүгінгі аятымыз Ниса сүресінің 40-шы аяты. Астағизу билlah. Инналлаха ла язлиму мисқала зарратин ва ин таку хасанатан юдаифха ва ю'ти мин ладунху ажран азима. Алла Тағала шаңның тозаңындай да жақсылыққа зұлымдық жасамайды. Оны керісінше еселейді және өзінің құзырынан үлкен сый нәсіп етеді. Бұл аят қиямет күні есеп қисаптың жайында, қиямет күні есеп болған кездегі уақиғаны айтып жатыр. Яғни Алла Тағала ешқандай жақсылық болсын, қандай көлемі болсын, оған зұлымдық жасамайды. Керісінше оны еселейді және өзінің құзырынан үлкен сый нәсіп етеді. Ажран азима дейді. Басқа аятта «Она даул мавазинул қист». Қиямет күні біздер әділдік таразысын орнатамыз дейді. Лұқман сүресінде Лұқман Хакимнің «Я бунайя, ей балам, егер жамандығың немесе қылмысың бір бидайдың салмағындай болса да, Алла Тағала оны саған көрсетеді. Сен оны қайда жасырмасаң да, аспанда бір жерге жасырдың ба, жерде жасырдың ба, немесе қандайда бір қапастың ішінде жасырдың ба, Алла Тағала соны алып келеді дейді. Зәлзәлә сүресінде білеміз, барлығымыз адамдар қиямет күні амалдарын көру үшін жиналады. Кімде-кім жақсылық жасаған болса, соның қарымын алады, кімде-кім жамандық жасаған болса, соның қарымын алады. Аятта Алла Тағала «Ла язлиму», Алла зұлымдық жасамайды шаңның тозаңындай жақсылыққа. Енді хадисте айтады, кімде-кімнің иманы шаңның тозаңындай болса да, Алла не деген? Тозақтан алып шығыңдар деген. Есеп қисап бітіп, жәннаттықтар жәннатқа, тозақтықтар тозаққа барғаннан кейін Алла Тағала не дейді? Тағы да мүмкіндік береді. Кімде-кімнің иманы, яғни шаңның тозаңындай иманы бар адамды тозақтан алып шығыңдар дейді. Тіпті оның жартысының жартысы болса да дейді. Сөйтіп көптеген адамдарды тозақтан қайтарып жәннатқа кіргізеді. Есеп күні пендені алып келеді екен, ер болсын, әйел болсын, сөйтіп періште фанада мунадиюн, періште айқайлайды. Ей адамдар дейді, барлық осы өмірде сүрген әуәлина уәл ахирин, алғашқы мен кейінгі адамдардың барлығын жинап, мынадан ақыларыңды алыңдар дейді. Сөйтіп пенденің сауабы болса, ақысы кеткен адам сауабын алады. Сөйтіп ол кісінің сауабы біткен кезде, енді не істейміз дегенде, күнәларын артыңдар дейді Алла Тағала. Егер адам бақытсыз болса, сөйтіп тозаққа кетіп қалады. Таудай сауаппен келіп, сауабы таусылып, керісінше жұрттың күнәсін арқалайды, ақысын жіберген адамдардың. Ал егер Алланың досы болса, Аллаға жақын бір адамдардан болса, Алла оның жаңағындай кішкентай жасаған жақсылығын еселеп, бітірмей сонымен жәннат қалып кіреді екен. Алланың мейірімі, рахымы осы аятта не дейді? Зәредей жақсылықты оған зұлымдық етпейді дейді. Ал кейінгі өзінің құзырынан үлкен сый береді дегені, ол жаңағы жақсылығын еселеп жәннатына кіргізеді дейді. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Мейірімді, рахымды Алла Тағала бүгінгі естіген білген аятымызға амал етуді нәсіп еткейсің. Жамағатымыздың білімін арттырып, дүние және ақыретімізге пайдалы білім, екі дүние бақытын нәсіп ет. Роббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар.